Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Домалақ әйел. Оны домалақ әйел дейді. Бойы тапал, өзі толықша келген. Мойны қысқа, қол аяғы бұртиған кішкентай болғандықтан, көшеде майда басып бара жатқанында сырт көзге домалап бара жатқандай көрінеді. Сондықтан да ол домалақ әйел деген атқа қалған. Жастық шағында сымбаттылау еді, кейін бара-бара толысып кетті. Домалақ әйел өзгелердің өзі туралы не айтып жатқанымен ісі болмайды. Күн сайын таңнан кешке дейін үй шаруасымен домалап жүре береді. Көшеге шықса, екі қолынан екі сөмкесі түспейді. Базардан картоп, ұн, қант, шай дегендерді үйіне құмырсқадай тасый береді. Оның жас күннен бері сөмкелеп тасыған азық-түлігін жинаса, жүк пойызының ондаған вагоны толар еді. Жуған кірлерін үйсе, алатаудай болып биіктер еді. Аула ішінде үйі мен базар дүкендердің ортасында жүрген жолдарын бір-біріне жалғаса, Америкаға жетер еді. Өзін тек күйбең тіршілікке арнап қойған бұл домалақ әйел үшін мұндай бейнеттің ешқандай ауырлығы жоқ. Қайта өзіне ұнайды, содан жаны рахат табады. Тіршілікте адамның мұқтаждығы таусылмайды ғой. Үйге үйдей дүние жинасаң да жетпейді деген сөз бар емес пе? Сол айтқандай, өмірге тек күйбең тірлік үшін ғана жаралған домалақ әйелдің үйіне сөмкелеп тасыған. Оның күйеуі қандайда бір мемлекеттік мекемеде жауапты қызметте істейді. Көрнекті, сымбатты, сырбаз кісі. Көйлегі әрдайым әппақ, тап-таза. Бір көйлекті бір-ақ күн киеді. Жұмысына ерте кетіп кеш келеді. Кейде демалыс күндерде жұмыс істеп қалады. Жарқыраған қымбат көлігіне негедір әйелін мінгізбейді. Ол сөмкелерін арқалап, өзінше жаяу жүре береді. Елдің әйелдері сияқты мені жеткізіп сал, мені алып кет, маған әкеліп бер демейді. Күйеуі үй тірлігіне көмектеспегенімен ақшаны тәуір табады. Азық-түлік, киім-кешекке кеңінен жететіндей етіп беріп тұрады. Онысы жақсы. Ал домалақ әйелге керегі де сол. Ақша болса болды. Қалған тірліктің бәрін өзі реттейді. Олардың 4 баласы бар. Үлкені студент, кенжелері мектепте оқиды. Отбасының бүкіл тауқыметі толығымен домалақ әйелдің мойнында. Балаларының да анасына қолғабыс етуге уақыттары жоқ. Сабаққа барады, сабақ дайындайды, сосын ұялы телефондарына телміріп, бетін саусақтарымен жоғары төмен сипап, үнсіз отыра береді. Анасы жұмсай қалса, сабақ дайындап жатырмын деген сылтаулары дайын. Балаларын жалқаулыққа үйреткенде өзі болды. Баланың ісі шала болады деп, оларға сенбей, бәрін өзі жасай беріп, енді олар міне есейе түскенде оңайлықпен тіл алмайтын болды. Әйелдің ұялы телефоны тек сөйлесуге ғана жарайтын қарапайым, пернелерінің жазуы өшіп қалған ескі телефон. Маған осы да болады дейді өзі. Сонымен балаларына хабарласып, жағдайларын біліп тұрса болды. Кім қашан келсе де шай суы дайын тұруы керек. Ал күйеуіне жиі телефон шала бермейді. Ол келгенде келеді, кеткенде кетеді. Мазамды алып келе жатырсың ба, деп сұрай бересің, деп сұрағанды күйеуі ұнатпайды. Қаламаса әйелінің сұрағына, қоңырауына жауап бермей де қояды. Домалақ әйел өмірінде күн шыққанша ұйықтап көрген емес. Таңертең ерте күйеуін жұмысына, балаларын оқуына жөнелтуге дайындалады. Бәрін уақытында ояту керек. Күн сайын таңертең сарымай, шекер салып, тәтті ботқа пісіреді. Қаймақ сүтін, ірімшігін, жұмсақ нанын үстелге қояды. Бәрі жуынып, шайынып, ішіп, жеп, жан-жаққа тарап кетеді. Әйел жалғыз қалып, үй ішінде домалап жүріп, бәрін тазалап жинай бастайды. Балаларының бей-берекет тастап кеткен киім-кешектерін ұқыптап, бүктеп, өз сөрелеріне қояды. Саусақтары бұртиып қысқа болғанымен еркектікіндей қарулы қолдары бар. Осы қара жұмысқа үйренген қолдарымен бір отбасының кір-қоңын тазартып, тіршілігін алға сүйреп келеді. Шаршадым деген сөз аузынан шықпайды. Үй жинап жүріп, базарға барып, не алып келуді, кешке қандай тамақ жасауды, күйеуі ертең қай киімін киетінін ойлап жүреді. Домалақ әйел бұдан басқа ештеңеге бола бас қатырмайды. Қайдағы бір жаққа барып дем алуды,
денсаулығына күтім жасауды, дүкен аралап өзіне киім-кешек таңдауды, құрбы-құрдастарымен жиналып шәй ішіп, сырласуды мүлде ойламайды да. Айтпақшы, оның қазір құрбы-құрдастары да жоқ. Ең құрмағанда айнаға қарап, өңін ретке келтіріп алуға қолы тимейді. Ақ кіре бастаған шаштарын өзгелер құсап бояп қойса да жақсы болар еді-ау. Бірақ олай отырса, шаруаны кім істейді? Оның бар мақсаты үйі таза, тамағы дайын, киімдері жуулы болуы керек. Күндердің бір күнінде домалақ әйел ауырып қалды. Осы уақытқа дейін ешқашан ауырып қалдым деп айтқан емес еді. Кейде суық тиіп, түшкіріп пысқырып жүрсе, дәрігерсіз ақ үйде өзін өзі емдеп жазылып кететін. Ал бүгін қан қысымы көтеріліп, денесі от болып күйіп, аяқтары қалтырап баса алмай, әлі құрып, жаны жер тартып жатып қалды. Жедел жәрдем шақыртқан соң дәрігерлер тексеріп көріп, бірден алып кетті. Оған керек жарақ дәрі-дәрмегін тамағын апарып тұруға еш қайсының қолы босамай, біріне бірі сілтеп, үйдегілер өзара ұрсыса бастады. Күйеуі ойланып көріп, көрші келінмен сөйлесті. Ақшасын төлеп, оны ауруханаға қатынап тұратын етті. Өзінің уақыты болмай, әйелінің жағдайын тек телефон арқылы ғана сұрап жатты. Көрші келін қажетті дәрілерін алып, тамақ жасап жеткізіп тұруды мойнына алды. Ақысын төлеп жатқан соң, оған да жақсы емес пе? Бұл арада домалақ әйелдің үйінің асты-үстіне шығып шашылды. Жастау кезінде перзентханада ғана 4-5 күн жатып қалғаны болмаса, ешқашан үй жайын тастап ұзаққа кетпеген еді. Кір-қоң жуылмай, тамақ жасалмай, шәй ішетін таза шынаяқ қалмады. Тіпті ас үйдегі қоқыс шелегі де төгілмей, бөлменің іші сасып кетті. Үйдің құты қашып, қаңырап қалғандай болды. Әйелсіз үй осы да. Таңертең оятатын адам болмаған соң, ұйықтап қалып, сабақтарынан кешігіп, аш құрсақ кетіп жатты. Дәрігерлердің ештеңені ойламай жайбарақат жатыңыз, сізге тыныштық керек дегеніне ескермей, домалақ әйел үй жайын ойлап мазасызданды. Бала шағасының жүдеп қалғанын іштей сезіп жатты. Өз еркіне салса, палатадан бүгін-ақ қашып шығып, халатын киіп, алжапқышын байланып, тірлігіне кіріскісі келіп тұр. Ауруханаға барып, әйелінің хал жағдайын көруге уақыт таппаған баяғы сырбаз күйеуі дәл осы сәтте жұмысынан шығып, қала шетіндегі бір көркем мейрамхананың әсем әуен ойналған жеке VIP бөлмесінде көптен бері жолға алмай жүрген Нәзи есімді сұлумен бірге жас қозының кәуабін жеп, шарап ұрттап, бір-біріне құмарлана телміріп отырды. Мақсат Жұмағұловтан алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.